Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервілеген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика саласына да пайдалансаңыз болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин заты өте көп. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында оксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Ал киви қай мемлекеттен келетінін білесіз бе? Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны Жаңа Зеландиялық ақшта тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауы өзгертіліп, киви фрут деп аталады екен. Бастапқы атауын өзгерту себебі ол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген қымбат ақы болған екен. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивинио сортын жеуге болатынын білесіз бе? Кивиноның қабығы жұмсақ келеді екен. Кивидің қабығын құрамында антиоксиданттар өте көп. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап зарарсыздандырады екен. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көме дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін екен. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті өте мол. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуінде қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар.
Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін кивиді пайдаланып маскалар жасауға әбден болады. Кивидің артықшылықтарымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар. Оның адам ағзасына пайдасы мен зияны қандай? Бұл жайлы сізге видеоның соңына шейін қарасаңыз біле аласыз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған екен. Витаминдер қоймасы. Орта пішінде 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және басқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Оның құрамында серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсарта алады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеу үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдасы орасан зор. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамин болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Сонымен қатар көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімді еркін радикалдарды зиянды әсерден қорғайды. Адам ағзасын лютеиннен өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігін көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен анкарациногендік әсері бар екенін дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Кивидің қандай зияны бар екенін білесіз бе? Кейбір адамдар киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилакцияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек, кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Кивидің 10 түрлі пайдалы жағын айтып өтейін. Антиоксиданттарды күшейту. Киви антиоксиданттарға бай. Олар қатерлі ісік немесе қабыну сияқты проблемаларға әкелуі мүмкін. Жасушаларға зиян келтіретін бос радикалдардан қорғайды. Киви С витаминінің ең жақсы көздерінің бірі болғандықтан, жемістердің кез келген түрінен ең жоғары концентрацияға ие. Киви жемісінің ДНК қорғанысы. Киви жемісінің антиоксиданттардың бай комбинациясы, оның ішінде С дәрумені мен бета-кератин, оны адам жасушаларындағы ДНК-ны оттегінің әсерінен қорғау үшін қоректі заттардың тамаша көзі болып табылады. Зерттеушілер адам ДНК-ны зақымдаудан жақсы қорғайтын қосылыстарды нақты анықтай алмаса да, олар осы мақсатқа сәйкес келетін жемістерді, соның ішінде кивиді де анықтады. Италияда 6 мен 7 жас аралығындағы қатысушылармен жүргізілген зерттеу кивиді тұтыну мен респираторлық денсаулық мәселелердің арасында байланысты бар екенін растады. Оның ішінде жөтел мен ысқырықты азайту басқа белгілерімен қатар анықталды. Талшық көзі. Талшық дұрыс тамақтанудың маңызды элементтерінің бірі. Ол көптеген ас қорыту мақсаттарына қызмет етеді. Мысалы, холестерин деңгейін төмендетеді. Тоқ ішек пен ас қорыту жүйесінің басқа бөліктерінен токсиндерді байланыстыру және жою. Тоқ ішек ісігі тіпті жүрек ауруы сияқты аурулардың алдын алуы. Бұл сонымен қатар іш қатудың алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Артықшылықтары тек ас қорыту жүйесімен шектелмейді. Талшықты жеткілікті мөлшерде қабылдау қант диабетінің ауыратын науқастардың қанда қант деңгейін бақылауға да ықпал етуі мүмкін. Сонымен қатар зерттеушілер кивидің калийдің бай көзі екенін растады. Бұл сіздің денсаулығыңыз бен табиғи процестері үшін маңызды минерал. Респираторлық аурулардың төмендеуі. Кивидің денсаулығы қатысты ең танымал артықшылықтарының бірі демікпемен байланысты. Тыныс алу белгілерінің, оның ішінде сырыл, жөтел және қабынудан қорғанысы бар. Италияда 6-7 жас аралығындағы 18 мың баланың тыныс алу аурулары 44%-ға аз екені анықталды. Егер олар аптасына 5-7 порция киви жесе, кивиді емдеуге болатын кейбір белгілерге ентігу, мұрынның ағуы және қатты сырылдар жатады. Зерттеу сонымен қатар аптасына 1-2 порция киви тұтынатын балаларда кейбір артықшылықтарды көрді деген қорытындыға келді. Жүрек қан тамырларының күшеюі. Киви үнемі тұтыну көптеген жүрек қан тамырларының аурулары мен белгілеріне қарсы тиімді болуы мүмкін. Сонымен бірге қан ұйғыштықтарының пайда болуы қаупін азайтады. Сонымен қатар қандағы майдың шамадан тыс жиналуын азайтады. Киви құрамында жүрек аурулары қаупін азайту үшін бірге әрекет ететін қуатты дәрумендер мен минералдар бар. С дәрумені, полифенолдар мен калий киви жемістеріне кездесетін сау компоненттердің бірнешеуі. Бір зерттеу көрсеткенде күніне 2-3 киви тұтынатын адамдарда қан ұйғышының пайда болуы қаупі 18%-ке төмен.
Олар сондай-ақ киви тұтынбағаны туралы хабарлар адамдармен салыстырғанда жүрек өнімділігінің жоғарылауына және жүрек-қан тамырлы қорғанысын жақсартты. Видеом пайдалы болса, лайк және комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздерге бұдан да жақсы жеміс-жидектер менен пайдалы ақпараттарды беруге тырысамын.